Сәлем балалар. Қазақ тілі 2-ші сынып 19-ші сабақ. Тақырыбы дауыссыз дыбыстардың түрлері. Дауыссыз дыбыс түрлерін білемін. Мәтіннің тақырыбымен ондағы негіз ойды анықтайтын боласыңдар. Кестеге қара. Дауыссыз дыбыстар бөлінеді. Үшке, үнді дауыссыздар, ұяң дауыссыздар, қатаң дауыссыздар. Үнді дауыссыз дыбыстарға Л, М, Н, Ң, Р, И, қысқа И, У, ұяң дауыстарға Б, В, Г, Ғ, Д, Ж, З, және қатаң дауыстарға қалған дыбыстар жатады екен. Енді астында сұрақтар. Дауыссыз дыбыстар неше түрге бөлінеді? Үнді дауыссыздарды ата, олардың айтылуын байқа. Ұяң дауыссыздарды ата, олардың айтылуын назар аудар. Қатаң дауыссыздарды ата, олардың айтылуын ұяң және үнді дауыстармен салыстырып. Дауыссыз дыбыстар аузымызды тар ашылғандықтан көмекей арқылы келген қарқынды ауа әртүрлі болып келеді. Сондықтан дауыссыз дыбыстардың үнді және ұяң дауыстар бірде жұмсақ, ал қатаң дауыстар үнемі қатты және нақты айтылатын дауыссыз дыбыстар. Енді дауыссыз дыбыстарын жаңа өзіміз айтып өткендей үшке бөлінеді. Осы дауыссыз дыбыстарды естеріңіз сақтап алыңдар балалар. Екінші жаттығу мәнерлеп оқы, өлең не туралы. Ең алдымен сөз етем. Бірінші ата өз әкем, екіншісі атамыз, үшіншісі арғы ата, төртіншісі бабамыз, бесінші төп ата, қалай тыныш жатамыз, маған да ата бер бата, алтыншысы тек ата, жетіншісі ұл ата. Өлең, яғни жеті ата туралы айтылған екен. Жеті атаңды өздерің үлкен үйдегі аталарынан, әкелерінен, аналарына сұрап алыңдар. Енді қарамен жазылған сөздерді кәнеке жатқа жазып көріңдер. Дауыссыз дыбыс түрлеріне ажыратайық. Әкем, жаңағы арғы ата, атамыз, бабамыз, түп ата, тек ата, ұл ата, осыны әдемілеп көшіріп жазыңдар. Әкем дегенде К дауыссыз, қатаң, М дауыссыз, үнді болып келеді екен. Шығармашылық үзіліс. Суретке қара. Осы сурет бойынша не айта аласың? Суретте шежіре ағашы бейнеленген. Шежіре ағашының түп тамыры атадан басталып, ініден аяқталған. Енді суретке өздерің қарап отырып, неке осы жерге жеті аталарыңды жазып шығыңдар. Жеті аталы дегенде аттарын, есімдерін жазу керек. Төртінші жаттығу жаңылтпаш жатқа айтып, көркем жаз, және бұл жаңылтпашты балалар жаттап алыңдар. Немере шөбере сөздеріне дыбыстық талдау жаса. Үлгі дауыссыз, үнді, е дауысты жіңішке. Яғни немере деген сөзде біз е үш рет қайталанып тұр, дауысты және жіңішке болса, ал н дауыссыз үнді, м дауыссыз үнді және р дауыссыз үнді болып келген екен. Келесі шөбереде 6 әріп, 6 дыбыс, 3 буын. Бұл жерде де дауыссыз дыбыстар ш, б және р. Бұлар ш қатаңға жатса, б ұяңға, р үнді дауыссыз дыбыстарға жатады екен балалар. Сен осындасың ба? Мен сені іздеп жүрмін ғой. Сыныпта жалғыз өзің не істеп тұрсың? Кеттік үйге. Біз бүгін дауыссыз дыбыстарды өтіп едік. Кішкене түсінбей шатасып тұрмын. Сол бойынша көмектесіп жіберіңізші. Дауыссыз дыбыстарды ажырата аласың ғой? Иә, оларды білем. Тек дауыссыз дыбыстардың нешеге бөлінетінін ұмытып қала берем. Дауыссыз дыбыстар үшке бөлінеді. Олар үнді, ұяң, қатаң дауыссыз дыбыстары. Әліпбиден а, ә, е, ё дауысты дыбыстарын алып тастап, жеті дауыссыз дыбысты айтайық. Ұяң дауыссыздарға б, г, ғ, д, ж, з жатады. Қалай? Есте сақтадың. Яғни ұяңдардың саны қанша болды? 7. Дұрыс. Үнділердің де саны 7. Олар